Барлықтарыңызға сәлем. Енді котлетті пеште осындай шай кеседе пісіріп бір дайындап көрсеңіздер, дәм ауыздарыңыздан кетпейді. Өте керемет, тойымды, құнарлы болып шығады екен. Бізге өте қатты ұнады. Қараңыздар, осындай оп-оңай әрі жылдам дайын болады. Ол үшін бізге тартылған ет қажет. Сосын пияз керек болады. Бір пиязды үкіштен өткізіп аламыз. Менде кішілеу пияз болғандықтан 2-3 штук пиязды өткіздім. Үкіштен өткізген пиязымызды тартылған ет, яғни фаршқа саламыз. Сосын булканан қостым. Осындай 2 кусок булканан қостым. Енді сіздер қолданатын массаларыңызға қарай рецепті көбейтіп азайтып жасай бересіздер. Бұл жерде менде 400 грамм тартылған ет. Енді осы булкананды біз сүтке малып езіп алатын боламыз. Көз мөлшерімен сүтті қостым. Қараңыздар, сүт деген ровно болды. Осылай езіліп, сосын бағанағы фаршқа қосамыз. Қажетінше тұз, қара бұрыш қосып, жақсылап араластырып, қазір бір шетке алып тұрамыз. Міне, дайын болды. Енді 250 мл сүт, оған көк пияз қосуға болады. Менде үйде осындай укроп петрушка бар екен, укроп петрушканы қолдандым. Сосын 3 жұмыртқа қолдандым. Енді осыны жақсылап араластырып аламыз. Көз мөлшерімен шамалап тұз қосып жіберіңіздер. Енді 100 грамм сыр қажет болады. Сырды да үкіштен өткізіп аламыз. Міне, сыр дайын. Ендігі кезекте бізде қызанақ қажет. Бір немесе 2 штук қызанақ жеткілікті. Осылай турап аламыз. Қызанақтарымыз дайын. Мен міне бағанағы тартылған етті бөліктерге бөліп алдым. Бірдей болып шығу үшін 5 штук болып шықты. Осы 400 граммдық тартылған етпен. Менде мына жерде шай кесе, үлкен көлемдегі шай кесе, ескертіп кетем. Егер бұдан кішілеу болса, ол кезде 6-7 штук шығу мүмкін осы рецептпен. Енді бағана шай кеселеріміз құрғақ күйінде комнаталы температурадағы сары майды осылай жағып шығыңыздар. Сол кезде жабыспай пісетін болады. Қатты толтырмайыңыздар. Мінекей, шамалы ғана бетіне орын қалдырып, осылай еттерді осылай орналастырып шықтық. Оның түбіне сыр қосамыз. Осылай сырды бір келкі салып шыққан соң, енді қызанақтардан бір-бір штуктен салып шығамыз. Енді қызанақтардың үстінен бағана дайындап алған қоспамызды үстінен құйып шығамыз. Қоспаны бір араластырып жіберіңіздер. Осылайша толтырмай құйып шығыңыздар. Енді осыларды кеселерімізді листке орналастырып 40 минут 200 градус пеште пісіріп аламыз. Пешті алдын ала қыздырып алмаңыздар. Осылай листі салған соң барып пешті қосыңыздар. Енді гарнир дайындаймыз. Гарнирге өздеріңіз қалағандай макарон, күріш, кез келген гарнир дайындауға болады. Мен күрішті пісіріп алдым. Күріштеріңіз жабыспай тал-тал болып пісу үшін алдын ала күрішті 3-4 рет жақсылап салқын суға жуып алыңыздар. Сосын осылай қызып тұрған табаға аздап қана сары май немесе оливковое масло салып қуырып алыңыздар. Бір 5 минут күрішті қуырып алу керек. 5 минут күрішті қуырып алған соң қайнап тұрған су, міндетті түрде қайнап тұрған суды осылай бетіне шығып тұратындай осындай етіп құйыңыздар. Қатты көп су құюдың қажеті жоқ. Бетіне шамалған асып тұрса жеткілікті. Осылайша бетін жауып, баяу отта пісіреміз. Мінекей, күрішіміз дайын болып шықты. Қараңыздар, осындай кереметтей тал-тал болып, езілмей,
әдем болып пісіп шығады. Гарнир дайын. Енді қазір котлеттеріміз де дайын болып қалды. Ыдыстарымызға әдемілеп осылай салып дөңгелек формаға келтіріп аламыз. Мінекей котлеттеріміз осылайша пісіп шықты. Оңай алынады. Міне осылай астына кішкене ғана су шыққан. Мінекей күрішіміз, қасына кез келген подлив, салат салып әдемілеп дастарханға тартсаңыздар болады. Міне біздің кешкі тағамымыз дайын. Егер рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментария жазып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ас болсын.